күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтардың діні мен мифологиясындағы қасқыр. Қазақстанның барлық аймақтарында таралған жыртқыш аңдардың бірі қасқыр. Дене тұрқы асыранды ит. Қасқыр асыранды иттің арғы жабайы тегі деп есептелінеді. Топтанып тіршілік етеді, қорегін көбіне түнде аулайды. Мал шаруашылығына үлкен зиян тигізгенімен өзге аңдардың ауру әлсіздердің желіне жаралауы арқылы жұқпалы аурулардың таралуына көп көмегін тигізеді. Қасқырдың терісінен ішік тігіледі, оның өтін емде пайдаланады. Жын шайтаннан жоламайды деген ырыммен тырнағын бесікке іліп қояды. Қасқырды қазақ халқы ертеде көк бөрі деп атап, өжет адамдарды қасқыр екен деп, нағыз көкжал екен деп қасқырға теңеген екен. Қасқыр латынша canis lupus жыртқыш аң деген мағынаны білдіреді. Басқа таулары да белгілі бөрі, бері. Еркек қасқыр шамамен 50 кг болады, ал ұрғашысы 45 кг болады. Тұрғылықты жері жердің солтүстік жарты шеңберінде өмір сүреді. Қасиеттерін айта кететін болса, қасқырдың өзге хайуандардан дара, олардың ешқайсына ұқсамайтын қасиеттері көп. Оның бойындағы осындай ерекшеліктерге негізделіп айтылатын аңыздар да жетерлік. Солардың бірі түркілердің түп негізін көк бөрімен байланыстыруы. Қасқырлардың ішінде көк аспан түстес келетіндері мен ақ қасқырларды аса киелі хайуан болып есептеледі. Олардың адамдарға көрінуі де сирек. Мұндай көк бөрілермен кезіккен адамды тегін адам емес, киелі қасиеттерге де ие кісі болып табылады. Қасқыр төбет тұқымдасына жататын жыртқыш. Қасқырдың сыртқы бейнесін бәрі таниды. Қауіпті жыртқыш, оның негізгі азығы жабайы тұяқтылар. Қасқырлардың рационында қояндар, кеміргіштер, балапандар және құстардың жұмыртқалары едәуір орын алады. Қасқырлар әдетте отбасылық топ болып тұрады. Оған әке-шешелері, арландар, 1 жылдық жастар, 1 жылдық ұрғашылар және биылғы жылғы күшіктер кіреді. Әр жиянада иіспен тамбалаған өзін аулайтын жері бар. Әдетте бұл учаскінің ортасында апан орналасады. Қасқырлар аулайтын аймағын қырағы бақылайды. Шекараны бұзушылардың шарасыз өлім күтіп тұрады. Қысқы уақытта 6-9 қасқырлар жиналып, төңіректе күн көшіп жүреді. Қасқырлар өте сақ жыртқыштар. Қасқырларға түлкіге қарағанда едәуір ұқыпты және тапқыр. Қасқырларды қақпанға ұстау оңай емес. Қасқырларды ұстауға аңшылар у пайдаланылады деп әрекет жасаса, олар тамаша тапқырлықпен және абайлықпен білдіріп азыққа жоламайды. Кей кезде қасқырлар өздері бауыздаған, бірақ жеп үлгермеген жылқыны немесе сиырды қалдырып кетсе, кейінгі күні қандай аш болса да күдікті жағдайға оларға жақындамайды. Сезім мүшелерінің есту қабілеті жақсы дамыған. Торайдың шиқылын 2-3 километр алыстан естиді. Ұйықтап жатса да қасқырдың есту қабілеті жұмысын тоқтатпайды. Кепкен жапырақтың сыбдырын, қардың сықырында естіп жатады. Қасқырдың балалары өте мейірімді және қамқоршы ана. Апанына адам жақындаса, ол оны басқа жаққа бұрып жібереді. Бірақ адам бірнеше рет сол жерге келсе, қасқыр басқада жақтан апан қазып, күшіктерін алып кетеді. Әдетте жаңа туылған 5-8 күшіктері саңырау, соқыр болып дүниеге келеді. Ата-анасы күшіктеріне жартылай қорытындалған етін қысып, беріп тамақтандырады. Қасқыр біздің мал шаруашылығының ең қауіпті жауы. Жыл сайын олар 100 мыңдай малдың басын қырады.